Öyle şimdi koyacağım o ya. Basın koydum Ayşe. Сәлем достар, қалайсыздар? Каналымызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз Зере екеуміз үйде, Айша мен Раяна далада ойнап жүр, иә? Зере, не істеп жатсың сен? Көрсетші. Достар, Зере iPhone 17 әпер деп жүр маған, қарап кән. Достар, қараңыздар, берсе әксе. Зеренің iPhone 17-сі, мынау 3 камерасы, мынау телефон. Қарсың, достар, нақ болса кезері. Достар, Зере кішкентай болса да маған iPhone 17 әпер дейді. Екеу әперейін ба, еще? Сен мен iPhone ұстай берші? Достар, қарасаңыздар, Зере, қаншадасың Зере сен? 4-те, Зере 4-те, менің iPhone 15 Pro Max'ын ұста десем, жоқ, маған сіздің соткаңыз, телефоныңыз керек емес, маған iPhone 17 әпер дейді. Тоба, достар, 4 жасар қыздың iPhone 17 Pro Max әпер дегені мен вообще, я в шоке. Сен не аласың iPhone-ды? Не аласың сен iPhone-ды? Жас көрем, ана. Сен қандай, достар, Зере күшті өлең біледі, айтшы қандай? Қандай? iPhone туралы айтшы. iPhone купи, элестарем пайсты. Достар, iPhone купи дегенді Зере iPhone көп көрме деп өзі сондай шығарған, иә? Айша мен, білмеймін, Раяна қашан келеді? Білмеймін. Что-то келмей жатыр ғой, иә? Далада көп ойнап кетті ма? Бір нәрсе болып кетті ғой. Зере, Айша кәні? Мама. Әй, не болды, Айша? Мысық Мысық тістеп алды. тістеп алды? Қалай тістеп алды? Мысықтың бөпесін сипалап отырған, сөйтіп мысық былай келді да секретармен тістеп алды. Мен саған айттым ғой, мысыққа жолама дедік қой, Зере, иә? Сен де далаға шыға жүрдің ғой. Раяна екен? Білмеймін. Раяна баған кадушкаларды алып жіберіп қалды. Мысық, мен саған айттым ғой, Айша, мысықты ұстама дедім. Тиіспе мысыққа, тем более ол көшедегі жабайы мысықтар. Мен сендерге не үшін мысықты алмаймын? Мысық үйде ұстауға рұқсат бермеймін. Ол мысықты білесің ба, ол жаман, олар тырнайды. Басың ауырып жатыр ма? Басың ауырып жатса, қатты ауырып жатса айт маған, мақұл ма? Мен доктор шақырам, мақұл? Отыра бер. Оля, Зере, сен де мысық ұстайсың ба, сөйтіп далаға шыққан кезде? А? Ұстама вообще мысық, естіп жатсың ба? Қатты ауырып жатыр ма, прям басың? Ұстайсай бар, тағы да бар. Мысық ұстайсың ба? Ұстасай бар мысық. Не істейміз? Доктор шақырайық ба? Не? Енді сені жүрегің айнап жатса, мысық деген апасың ғой? Аны барып күтіп келем. Ей! Өлі, не істейміз? Доктор шақырамыз ба? Қан сотка бар еді, аш. Сотка бар еді, кән. Аш сотканы Зере. Доктор шақырайық, болмайды бұны. Алло? Звондашы. Келемін Алло, саламатсыз ба? Я, үйге келесіз ба? Мені кішкентай қызымды мысық далада ойнап жүрген кезде мысық тырнап апты. Соған енді басым ауырып жатыр деп жатыр ғой. Аха, келесіз ба? Жарайды онда. Бер кел, Айша. Кел, бер кел, қазір доктор келеді. Естіп ба? Тыныш отыр қазір. Айттым мен саған, вообще мысыққа жоламау керек еді. Қазір келеді доктор, кеп қаларды уже қазір. Звондады ғой, келе жатыр, міне даунфонды ашып қойыңыз деді ғой. Я, сен де мысық ұстамай енді, мақма. Оны вообще бекер жіберіптің далаға ше. Мысық деп ұстай берді. Яқып кешіп кетті, кіріңіз. Келдіңіз ба, доктор? На қыз ғой, не болғанын айтып берейін да сізге. Білмеймін, далада жүрген мысық ұстаған ба, мысық тырнап алған ба, бір нәрсе айтып ше. Беркесе жақы жарық жақы. Қолын көрейінші бірінші, сосын барып көрем. Отырсаңызшы. Қол қан ғой да? Енді мысық тырнап алған ғой енді. Мынау қазір мысық тістеп алса, мысық қайналады мынау. Мысық қайналады? Я. Қумаңызшы. Мысықтың ауылы жұқпалы ғой. Біреу тістеп алса жұқпалы, сразу жұғады. Мысық қайналып кетеді дегеніз. Енді сіз бір нәрсе сақсаңызшы, мысық қайналмас үшін бар ма бір нәрсе?
Температурасын көрсеңізші бірінші. Температурасы бар ма екен? Тексерсеңізші әбден. Мен тексерейін. Докторсыз ба шынымен? Доктор болмасам келмеймін ғой. Мен білмеймін, қақтың мен айтпасам нағмалатсыз ғой енді. Көзін тексеріңіз, тамағын тексеріңіз. Бірінші температурамыз көрейік. 39 болып тұр ғой. Температурасы ма? Я, міне. Мама, 39'да 6 еще, я? Я, лаукасы 40'қа көтерілсе болды, мысық О, қайнатады. енді берсеңізші енді уколыңызды, мысық қайналады деп қызықсыз. Көзім тексерейік па? Құлағым тексеру керек, құлағым. Енді құлақ қазір қалқайды наным. Қумаңызшы. Енді уколыңызды, дәріңізді берсеңізші. Жүнімі құлақ қалқайды деп ұзақ болып тұрған не? Мысық болып кетсе сіз жауап бересіз ба? Дәріңізді берсеңізші, дәріңіз қане? Ей, дәрін берсеңізші. Көзін ашамай. Дәрі берсеңізші, апай. Аузым көрейікші. Аузым ұстарса кактус сияқты ғой қазір. Укол саласыз ба, уколыңыз бар ма? Уф, жақсы болды, уколы бар екен. Сәлден кейін демала ма, не ала ма, ұйықтай ма, не істейді? Ұйықтайды, бірақ мысық қайналып кетуі де мүмкін. Ой, сіз де бір мысық қайналады дей бергеніз. Енді мен нақты білмеймін ғой, мен малдары керек емеспін ғой. Мал емес қой бұл, жынды ма? Енді мал қайналады деп жатыр ғой. Өлә, вообще қуады екен ғой, ә? Малдары керек, сақ. Басын қойды ма, Айша? Басын алып тұр. Өлә. Мысық қайналып қасында. Ей, сіз қақа қашып баратсыз? Қуасыз ба сіз емдесеңіз сіз баратсыз ғой? Ей, естіп жатыр. Мысық зомби. Ей, сері қаш. Мысық зомби қайналады. Ей, сіз қашпайсыз. Қашып бермеймін мен сізді. Жынды ма? Ей, сіз емдесіз ғой мысықты. Сіз доктор деп алып келдім ғой мен, сіз қуасыз ба? Өлі, қашып баратыр. Ей, қақа қашып баратсыз. Ей, сіз емдесіз ғой? Жынды ма? Қандай докторсыз сіз? Қандай докторсыз сіз? Доктор, тыныштап қалды ғой, я? Жазылады ау, я? Жазылады деп ойлайсыз ба? 100% не гарантия. Айта бермеңізші сізде. Шынды. Жынды ма? Тамырына Тұрып жатыр. айттым ғой, тамырына бар. Мысық. Қасында жоламаңдар. Жынды ма? Мысық қонау. Мысық қомынау. Не істеп жатыр? Міне, апай мен Өлә, мысық қой. Миына барады. Ойбай, қандай температура тексерген бұл уже мысық қой. Бұл температурасын білу керек. Кеш болмай тұрған кезде. Ол ұстатпайды да саған ол. Ұстатпайды. Тынайды ка. Сен оған укол салдың да мысық қып жердің ба? Одан самай не істедің? Енді бұл көшедегі жабай мысық тынаған ғой оны. Бұл домашний болып кетеді. Қумаңызшы. Қазір тынап алады. Сізді тынап алса кім құтқарады? Жынды ма? Қаш келе жатыр саған. Бекер, сені бекер. 38 температурасы. Маған температурасы керек емес. Қаш, доктор, қаш. Доктор, қашса енді. Қашса. Қалай құтқарамыз енді? Білмеймін. Зереде мысық болып кете ма енді? Иә. Доктор, сен бізге көмектесе ма десең, не істеп кеттің? Мен қайдан білгенімді? Ана что-то не ағылды? Зере, мысық емес шығар? Мысық? Все. Мама, мысық болып кетті ғой. Мынау кірмей жатыр, кіретін болса, мен нан сала аламын. Енді бір нәрсесін істесеңізші, сіз доктор деп шақырдық қой. Қарасаңдаршы, қараңдар мына мысық болып жүр. Піш дейтін бет, не дейтін еді? Піш десем кетіп баратыр. Піш десем кетіп баратыр екеуі. Енді түсінеді ғой, мал ғой. Ойбай. Қойшы, қандай мал? Мал деген нес? Бәріне сіз кінәлісіз. Сіз мені өлтірген жатсыз ба? Жоқ, мен сіз шақырдым ғой, енді сіз докторсыз ғой, бір нәрсе ұйымдастырсаңыз енді. Мынау кірмейді. Сіз доктор наук деп шақырдым ғой мен. Мынау кірмейді. Сіз оқасыз ба өзі? Қақта оқасыз?
А? Оқыдыңыз ба? Или өтіріктен доктормын деп келіп тұрсыздар? Оқыдым. Енді жүріңіздер анан. Мен қазір аналарға ше мяу піш деп жағанда сіз артынан жүріп укол салсаңыз естісіңдер ма біртіндеп. Давай жүріңіз енді. Піш. Ана кірді. Мына доктор емес қой мынау. Піш. Куда? Укол салдыра ма бұл? Салдырама укол. Болды, қазір жатады біраз ұйықтай берсін болды. Анақан салыңыз енді. Салды. Салынды ма? Салдыңыз ба? Міне Температурасы жайлап түсіп жатыр, иә? Я адамға ұқсайды. Қараңыздар, достар. Өлі. Құрсыншы енді ше. Ананы ше. Далаға шығармайым енді бұларды. Бұнда. Түсіп отыр ма? Я адам болып Біраздан кейін адам бола ма? Я. Точно? Я. Қорып кеттім ғой мен айтпесе ше. Енді далаға шығармайын бұларды ше. Мысық деген жабай мысықтар көп қой далада, иә? Қойшын деге дайын болу керек. Сіз укол салдыңыз ғой енді. Сен ұятыңмен әлі. Сіз докторсыз ба шынымен? Доктор? Қашан оянып? Оянып жатыр ау уже. Оянып жатыр нағыз. Зере оянып жатыр, Зере. Нормально ма? Зере адам болды. Жүрек соғады. Соғады ма? Адамға айнала ма точно? Зере басыңа ұрып тұрған жоқ па? Оля, Зере мысық болып кеттің ғой, білесің ба? Лақ тұрмайды. О, тұрып жатыр Айша. Адам болды деп жүрегім сезді мен. Айша, тұрсай. Оля, Айша, айттым мен саған. Басың әлі ауырып жатыр ма не? Қандаға шығындашы кән. Енді сәні қояды деме аласа ұйықтап. Не қатты кен? Айша, сен ше мысық болып кеттің ба? Әйтеуір жена докторды шақырып, докторға рахмет айтыңдар. Әйтеуір, білмеймін әйтеуір. Оқыса да, оқымаса да әйтеуір жабылып жүріп, не қайтадан адамға келтірді ғой сен, білесің ба? Есіңізде жоқ па мен басына ұрып. Байқамай қалдым ғой. Оля, берке. Қараңдар сендерге бір ескерту айтайын. Ана мысықтарға, көшедегі мысықтарға жоламаңыздар күшіктерге. Былай тістеп алатын болса, ендігіде зомбиға айналасыңдар. Достар, сондай ма не? Вирус жүріп жатыр ма не? Вирус. Тем более даладағы жабайы мысық күшікке жоламаңдар, вообще естатсыңдар ма? Или ол басқа ауру жұғып кетеді түсіп. Иә. Түсіп. Ал достар. Видео лайк басып, комментарий жазып, таратып, колокольчик басып, ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше